Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге Назерке. Бүгін сіздерге қыстың күні нанға жағып тұрып жейтін өте тойымды салаттардың бірі икра салатының рецептімен бөлісемін. Менің рецептімен жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Бізге керекті заттар: тәтті бұрыш, пияз, сәбіз, қызанақ, аскөк, баклажан және сарымсақ керек болады. Керекті заттарымызды өткізіп турайтын турап дайындап аламыз. Ең алдымен баклажанымызды алып майдалап тураймыз. Әдемі көрінеді, әрі жегенге де ыңғайлы болады. Баклажанымызды турап болған соң үстіне салқын су құйып, біраз қасық тұз салып, үстін бастырып қойып қоямыз. Сонда баклажанның ащы дәмі кетеді. Келесі тәтті бұрышымызды да видеодағыдай майдалап турап аламыз. Сәбізімізді де майда төрт бұрышты етіп тураймыз. Сонда пісуі де тез болады және жегенге де ыңғайлы болады. Келесі пиязымызды тураймыз. Енді қызанағымыздың жаман жерін алып, тазалап, турап ет тартқыштан өткізуге дайындаймыз. Қызанағымызды турап болған соң барлығын ет тартқыштан өткіземіз. Арасында сарымсағымызды да өткізіп жібереміз. Енді аскөктерімізді майдалап турап аламыз. Барлық керекті заттардың мөлшерін описание бөлімінде қалдырамын. Міне барлық заттарымызды турап өткізіп дайындап алдық. Енді қуыруға кірісеміз. Ең алдымен ыдысымызға 200 грамм сұйық май құямыз. Май қызған соң пиязымызды салып жақсылап қуырамыз. Одан соң сәбізімізді салып, араластыра отырып, бұны да жақсылап қуырып аламыз. Мінекей сәбізіміз қуырылып болды. Енді тәтті бұрышымызды салып қуырамыз. Келесі баклажанымызды салып, барлығын жақсылап қуырып аламыз. Соңында қызанағымызды құямыз. Оның үстіне аскөктерімізді және кішкене дәмі шығу үшін бір штук ащы бұрышты қостым. Дәміне қарай толтырып біраз қасық тұз салдым және біраз қасық толтырмай шекер салдым. Міне біздің қысқа сақтайтын салатымыз дайын. Ең алдымен банкілерімізді осылай булап стерилдеп аламыз, ал крышкаларын қайнап тұрған суға 5 минутқа салып қойдым. Міне банкілерге құйып шықтым, енді осыны бекітетін боламыз. Қысқа сақтайтын банкілеріміз дайын болды. Егер де видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.